Сәлем достар, мен сіздерге қазір монстера гүлінің күтімімен бөліскім келеді. Монстера гүлі жапырақтары осындай әртүрлі пішінде болады. Монстера гүлінің негізі ортасында мүктен жасалған түбек орнату керек. Сол түбекті үнемі ылғалдандырып тұрамыз. Сол түбекке мынау шырмалып, жабысып, өсіп, жоғарыға қарай әдемі болып өсетін болады. Егер ол түбек болмаса, осылай менікі сияқты шашыраңқы болып өседі. Алдағы уақытта ортасына түбек орнатуға тырысамын. Енді монстера гүліне келетін болсақ, бұл өте тіке түскен күнді жақсы көрмейді, ала көлеңкеде жақсы өседі. Менде мына жерде жаңадан жапырақ ашып келе жатыр. Сосын мына жақта кішкентай жапырақ ашып келе жатыр. Қатты қараңғыға қалдырмаймыз. Мен алдын екі күнге қараңғы жерге қойғанмын. Мынадай жапырақтары ожог алып қалады. Сосын жапырақтардың ұсқыны кетіп қалады. Сонымен де мына жерде көріп тұрсыздар, қиып тастадым. Осылай үлкен жапырағы ожог алып қалған болатын. Сосын қиып тастадым. Суаруы енді көктемнен күзге дейін жиірек суарып тұру керек. Қыстың уақытында сирек суарсаңыздар болады. Сосын бұл монстера гүлі алғаннан кейін орнын әбден ойланып барып таңдап қойғандарыңыз дұрыс. Бұл гүл орнын ауыстыра бергенді, қозғай бергенді жақсы көрмейді. Ылғалдылығы енді жоғарғы ылғалдықты жақсы көреді. Жапырақтарына су бүркіп, шаң тозаңнан үнемі тазалап, ылғалдандырып тұрамыз. 2 күнде бір ерінбесеңіз, күніне таңертеңгі уақытта жапырақтарын ылғалдандырып тұрсаңыз болады. Жапырақтары қалың, қатты, әдемі болып өседі. Енді ауруларына келетін болсақ, бұл гүлді суық жерден сақтаймыз. Және де бұл артық суарылғаннан бұл гүлге жаңағы саңырауқұлақ ауруына шалдығады. Мына жерлердің барлығына кәдімгідей саңырауқұлақтар өсіп кетеді. Сол себепті артық суармаймыз. Көктемнен күзге дейін жиірек, қыстың уақытында сирек суарсаңыз болады. Алдағы уақытта өзімнің үйімдегі гүл күтімдеріммен бөлісетін болам. Мені қолдап, комментария қалдырып, лайк басып, подписка жасап, каналыма тіркеліп қойыңыздар.